Ассаляму алейкум, қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қамыры ашытқысыз жасалатын, мамықтай жұмсақ, өте дәмді болып шығатын пирожкиге қамыр дайындауды көрсетемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Шұңғыл ыдыста айранға қаймақ, ас содасы, тұз және қантымызды қосып араластырып аламыз. Содан соң бір жұмыртқаның сарысы мен сұйық майды құйып, тағы бір кішкене араластырамыз. Кейін ұнын қосып, қамырды спатуланың көмегімен илейміз. Бұдан артық ұн қоспаймыз, қосымша ұнды қамырды жайған кезде қолданамыз. Бетін жауып 30-40 минутқа шетке қоя тұрамыз. Уақыт өткесін үстелге ұн сеуіп, қамырдың жартысын шығарып, ұзынша етіп жайып аламыз. Содан соң бөліктерге бөліп, видеодағыдай түйеміз. Ал енді бөліктерімізді жайып, салмасын салып, пирожки жасайтын боламыз. Пирожкиді жапқанда қамыры қолдарыңызға жабысып жатса, видеодағыдай бармақтарыңызды бір кішкене ұндап барып түйсеңіздер болады. Ал енді пирожкилерімізді қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз.
Мінекей осындай жұп-жұмсақ пирожкилеріміз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған мен Қаламқас және Дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.